Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге жаңа тақырып приставка тақырыбын бастайтын боламыз. Бұл жерде до, за, вы және де в деген приставкалармен танысамыз. Міндетті түрде толық қарап шығыңыздар. Сіз білесіз бе, бір етістіктің өзіне мағынасына қарай бірнеше приставкалар жалғанатынын. Мысалы, войти, выйти, дойти секілді бірнеше сөздер айтуға болады. Бүгінгі сабақта біз осы приставкалардың қалай және қай кезде қолданатыны жайлы айтатын боламыз. Міндетті түрде қарап шығыңыздар. До приставкасы белгілі бір іс-әрекеттің жетпей тұрған тұсын аяқтап бітіру мағынасында қолданылады екен. Мысалы, пойдешь играть. Нет, мне нужно дописать домашнее задание. Ойнауға барасың ба? Жоқ, қазір үй тапсырмасын жасап бітіруім қажет деп айтылады. Сейчас я доем свою еду и пойду гулять. Қазір мен тамағымды тауысамын да қыдыруға барамын. Яғни бір нәрсені аяқтау. Келесі за приставкасы. Бір нәрсені жылдам істеу деген мағынада қолданылады. Мысалы, можно я запишу ваш номер? Сіздің номеріңізді жазып алсам бола ма? Яғни тез мағынада. Екінші іс-әрекеттің алдын ала болуын немесе басталуын білдіреді. Собака заболела. Ит ауырып қалды. Моя сестра заготовила много еды. Менің әпкем көп тамақ дайындап қойды. Немесе она еле заговорила. Ол қыз әрең дегенде сөйлей бастады. Іс-әрекеттің жол бойында болуын көрсетеді үшінші мағынасында. По дороге домой я зашла в магазин за едой. Жолдан мен тамақ алу үшін дүкенге кірдім. Келесі вы приставкасын қай кезде қолданамыз? Үлкен нәрседен кішкентайды бөліп алу мағынасында. Вы пишите пример из текста. Бәтінен мысалды жазып ал. Немесе шығу мағынасында. Я ушла на улицу. Мен көшеге шықтым. Немесе шегіне жету мағынасында қолданылады. Он вылечился, ол жазылды немесе емделді. Келесі просто приставка ва. Ол қай кезде қолданылады? Бірінші жағдай, яғни ішке кіру мағынасында. Птица влетела в дом. Құс үйдің ішіне кіріп кетті. Екінші, үлкен нәрсеге кішкентай бір нәрсені қосу мағынасында. Впиши в слово пропущенную букву. Сөзге қалып қойған әріпті жаз. Міне біздегі осы бүгінгі 4 приставкамен таныс болдыңыздар. Тағы да келесі приставкалармен танысатын боламыз. Ол үшін біздің YouTube каналымызға, яғни Білімгу YouTube арнасына тіркелуді, лайк басуды, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар, достар.